Таразе продолжает работать наша съемочная группа. Сейчас на связи с нами Анастасия Сулейманова. Настя, расскажите, что удалось узнать в этом участке? Так живущим на осадном положении власти уже скачают правила уже привычный официально. С пятницы не только нельзя покидать. Тағдырдың түрлі сынада қоларсың қайда тұруға, өмірдің мәні адамның жанарындағы жылуда. Өткінші өмір қасқағым, жарқ етіп өтер жас шағым. Арманға алыс алданбай, баянды ғұмыр бастағым. Орынма бөліп түскейді, әзгілік оты өшпейді. Алғысыз өмір елсіз жол, жылусыз гүлде өспейді. Тағдырдың түрлі сынында қоларсың қайда тұруға, өмірдің мәні адамның жанарындағы жылуда. Өткінші өмір қасқағым, жарқ етіп өтер жас шағым. Арманға алыс алданбай, баянды ғұмыр бастағым. Тағдырдың түрлі сынында қоларсың қайда тұруға, өмірдің мәні адамның жанарындағы жылуда. Өткінші өмір қасқағым, жарқ етіп өтер жас шағым. Баянды ғұмыр 12 человек контактировали с мужчиной, заболевшим коронавирусом в Жамбылской области. Все они госпитализированы в карантинный стационар. Состояние их удовлетворительное, жалоб нет.